Сәлем оқырман. Әңгімені тыңдамас бұрын каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Тастанды бала көбейіп кетті. Жасым 45-ке келді. 2 ұл, 2 қызым бар. Үлкен қызды ұзатып немере сүйіп қойдым. Отағасы екеуміз қарапайым еңбекпен нан тауып, бала-шағамызды ешкімнен кем қылмай өсірдік. Мен қазір мектепте бастауыштан сабақ беремін. Түске дейін бір сыныбым, түстен кейін екінші сыныбым бар. Биыл бірінші сыныптың балаларын қабылдағанмын. Солардың арасында өзімнің 27 жыл бұрын тастап кеткен қызымның қызы, яғни немеремнің оқуға келгенін көргенде шалқамнан түсе жаздадым. Мен де жас болдым, махаббатқа мас болдым. Мектептегі құрбыларымнан ерте есейіппін. Сылаңдап бой түзеп бастадым. Ұзын шашымды жайып жіберіп, ауылдағы арғы басында тұратын әкемнің қарындасының үйіне әдейі жігіттердің көзіне түсу үшін барып келуші едім. Сөйтіп жігіт біткеннің көзінің құртына айналып, 10-шы сыныпта оқып жүргенде өзімнен 5 жас үлкен жігіттің құрығына түстім. Бастапқыда өзімнен үлкен мектепті бітіргеніне 5 жыл болған жігіттің маған сөз салғанына кәдімгідей мақтандым. Ол тіпті университетті тамамдап, ауданда жұмыс істейтін. Күндіз мектептемін, кешкісін сол жігітіммен кездесіп жүрдім. 6 айға дейін ол маған артық қылық көрсетпеді. Бірақ уақыт өте келе, саған бәрібір үйленем ғой, деп мектеп бітірген күні құда түсіп барам, қорықпа деп деңгеніне көндірді. Уақыт өте келе біз кәдімгідей ерлі-зайыпты адамдардай бола бастадық. Кешкісін ол келмей қалса, мен кәдімгідей алаңдайтын, мазасызданатын болдым. Бұл кезде біздің қарым-қатынасымыз біраз адамға белгілі болып қалған. Мектептегі мұғалімдері де бірдеңеден сезіктеніп, маған оқты көздерін қадап жүретін. Осыдан мектеп бітірейін, тұрмысқа шығам деп мен де мектепті бітіргенше асықтым. Енді бір 90 шыдасам болды деп күн санап күтіп, мектепті бітіру кешіне дайындалып жүргенде мазам кетіп, қатты ауырдым. Не жесем де құсып, ұйқым қанбай, басым айналып, анамды әбігерге салып қойдым. 17 жасқа енді толған кезім еді. Анам бірден жаман ауруға тап болдың ба деп шошып, ертесіне мені емханаға тексертуге апарды. Ертеңіне ауылдың дәрігері үйге келіп, қызыңыз сорлап қалыпты ғой, мына мәселені әлі ешкім білмейді. Не істейсіз деп анама бәрін баяндап берді. Аяғым ауырлап қалған. Іштегі бала 3 айға толып қойыпты. Мына әңгімені естігенде анамның түрі сұп-сұр болып кетті. Біттім, енді мені тірі қоймайды-ау деп ойладым. Баланың әкесі кім? Деп жанымды көзіме көрсетіп ұрып-соғып тұрып сұрады. Бірақ мен ләм-мим деп тіс жармадым. Өзімше ішімнен алдымен жігітіме айтайын, ол маған бірден үйленеді деп ойлап қойғам. Бірақ 2 күннен соң жаңалықты естіген жігітім, мен іс-сапармен облыс орталығына кетіп барамын. 2 күннен соң келем, бәрі жақсы болады деп өтірігіне сендіріп тайып тұрды. Жігітіңе айт, үйленсін деп тапсырған. 10 күндей күттім, ақырында оңбай алданғанымды түсініп, ол мені алдап кетті деп жыладым. Марқұм анам бүк түсіп жатып қалды. 3-ші күн дегенде басын көтеріп, ауладағы бір сиырды әкеме сатқызып, мені қалаға алып кетті. Оқуға түсіремін, дайындайтын орталық бар екен, соған қабылданады деп сылтауратты. Сөйтіп мені қаланың бір шетіндегі татар әйелдің үйіне орналастырды да, өзі ол ауылға қайтып кетті. Ақшасын алған әйел маған жақсы қарады. Анашым айына 1 рет ауылдың етін, айран сүтін әкеп жағдайымды біліп тұрды. Босанғанымды естігенде алып ұшып жетті. Ол кезде қызымды құшағыма алып емізіп үлгергем. Келген бетте баланы осында қалдырып кетеміз деп түсіндірді. Өзім баламын ғой, анамның айтқаны мен үшін заң болды. Жарайды деп мәңгірледім. Ол кезде ертең өкінем-ау, мына тірлігім дұрыс емес қой деген ой миыма кіріп шыққан жоқ. Жұртқа жария болмай тұрғанда баладан құтылғанымызға қуанған сияқтымыз. Осылай жылдар өте берді. Мен қалаға әбден бейімделдім. Жаймен педагогикалық институтты тамамдадым. Қалалық мектептерінің біріне жұмысқа тұрдым. Тұрмысқа шықтым. Барлық бірден жақсы болып кеткен жоқ. Мен де талай қиындықты басымнан өткіздім. Отағасының мінезімен менің мінезім үйлеспей, ажырасып қайта қосылған күндеріміз де болды. Бірақ отбасылық қиындықтардың біразын еңсердік. Күйеуімнен 4 перзент сүйдім ғой, шүкір. Бірақ осы уақытқа шейін тұңғышым есімнен бір сәтке де шыққан емес. Кейде түсіме кіріп шошып оянам. Қайда екен, тірі ме, қай жерде жүр екен деп көп ойланушы едім.
Тым болмаса сыртынан бір көрсем ғой деп Құдайға жалбарынып сұрайтынмын. Сол тілегім қабыл болыпты. Қызым қазір өз қызын менің сыныбыма берген. Немереме білім беріп жүрмін. 4 жыл сайын алдыма жаңа оқушы келеді. Әрбіріне жеке-жеке подход керек. Ата-аналармен жақсы байланыс орнатуға тырысамыз ғой. Жыл басында ата-аналар жиналысын жасап, әрбірімен жеке-жеке танысамыз. Сонда Жанғали қызы Диана деген оқушымның анасының есімі жүрегімді дір еткізді. Баяғы өзімнің жас кезімді көргендей болдым. Мұздай тер бұрқ ете қалды. Аты-жөні Бейсенова Жанерке деп перзентханаға жазып кеткенмін. Мына қыз сонымен аттас боп шықты. Жиналыс соңында қызының сабағын сылтауратып әңгімеге тарттым. Ауылың қай жақтан деп сұрадым. Жанерке балалар үйіне тәрбиеленгем деп кібіртіктеп қалды. Қызым екені осыны-ақ белгілі емес пе? Бір қуанғаным, жақсы жігітке тұрмысқа шығыпты. Бақуат тұратын сыңайлы. Астында қымбат көлігі бар. Қызы Диана да ата-әжемнің қызымын деп үйіндегілерді ерекше ықыласымен әңгімелеп береді. Немереме қараймын да құшағыма қысып, мен сенің апаң болам деп айтқым келеді. Бірақ мұны қызғаншақ күйеуім біліп қойса, жағдайдың не боп кетерін сезіп, ішімнен тынып жүрмін. Шешемнің көзі кеткен, ақыл сұрар ешкімім жоқ. Қаншама жыл іште сақтаған күнәмді үйдегілерге қалай айтам? Әлде бұл құпияны сол бетінше жабық қалдыруым керек пе? Жабулы қазан жабулы күйінде қалсын дейін десем, қызын әкетуге күнде келетін қызымды көргенде көзімнен жас тоқтамай аға береді. Мен сенің анаңмын деп құшағыма қысып кешірім сұрағым келеді. Ал сіздердің ойларыңыз қалай? Өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.